Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен лаваштан бөрек дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, әрі дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға да сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Сондықтан видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мені қолдап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге осындай дөңгелек лаваш және ірімшік қажет болады. Мен ірімшікті алдын ала осылай ұзындау етіп турап алдым. Менде мына жерде 3 дана лаваш. Қазір осыларды бірнеше бөлікке бөлетін боламыз. Мінекей осылай үшбұрышты етіп бөлеміз. Енді бөлінген лаваштарымызды бір-бірден алып, ортасына ірімшігімізді салып, осылай орайтын боламыз. Осылай үшбұрыш жағын аяқ жағына келтіріп ораймыз. Барлығын осылай орап шығатын боламыз. Мінекей барлығын орап шықтық. Енді осы бөректеріміз әдемі, жылтырап, дәмді болып шығу үшін бізге жұмыртқа қажет. 2 жұмыртқаны осындай жалпақ ыдысқа саламыз. Шым-шым тұз себеміз. Шанышқының көмегімен араластырамыз. Мінекей дайын. Енді табамызға аз мөлшерде май құйып, майымыз қыза бастаған кезде бөректі жұмыртқамызға аунатып, салып шығамыз. Осылай ашық тұрған жағын табаға қаратамыз. Енді лавашымыз қызарғанша 5 минуттай қуырамыз. Қақпақпен бетін жауып қойыңыздар, сол кезде ірімшігіміз жақсы еритін болады. 5 минуттай уақыт өтті. Келесі бетіне аударамыз. Келесі бетінде тағы бір 5 минут қызарғанша қуырамыз. Бетін жауып қойыңыздар. 5 минуттай уақыт өтті. Тексереміз. Келесі беті де қызарған. Шығарамыз. Барлығын осылай қуырып шығатын боламыз. Мінекей достар, бөректеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі әрі дәмді болып шықты. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсетемін. Мінекей, ірімшігіміз толықтай еріген. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Еш өкінбейтін боласыздар. Ас болсын.